Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кереметте нәп-нәзік сметанник әзірлейтін боламыз. Бұл рецептті міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Видеоны соңына дейін өткізбей көрулеріңізді сұраймын. Каналыма жазылмаған болсаңыздар, подписация бөлімін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды және бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды салып, венчиктің көмегімен біркелкі еткенше араластыратын боламыз. Міне бізде осындай масса болу қажет. Енді бөлек ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнымызды және ұнымыздың үстіне разрыхлитель, яғни қобызтқышымызды салып араластырамыз. Енді ұнымызды сұйық массамызға қосып, лопатаның көмегімен, я болмаса қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз жұп-жұмсақ нәзіктей болып шығады. Қамырымызды бір шетке ала тұрамыз. Енді начинкамызды әзірлейтін боламыз. Бөлек ыдысымызға қаймағымызды, яғни сметанамызды саламыз. Енді қаймағымыздың үстіне қант, я болмаса қант ұнтағын, жұмыртқамызды, кукурузный крахмал саламыз, ол міндетті түрде, және дәміне қарай ванилин саламыз. Енді осы массамызды біркелкі еткенше араластыратын боламыз. Тынып тұрған қамырымызды формамызға, менде форма 22 мен 23 сантиметр, пергамент қағаздың астына төсеп, кольцоға осылай видеода да көрсеткендей етіп жасап шығатын боламыз. Енді осы қамырымыздың вилкамен, яғни шанышқымен тесіп шығатын боламыз. Дайын болған массамызды үстіне құйып, алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қойып, 50-55 минут пісіріп алатын боламыз. Кез келген ягодыйды осылай бетіне әсемдеуге қойып шығатын боламыз. Видеоның толық рецебін видеоның астына описанияға жазып тіркеп кететін боламын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк қойып, осы видеоға қатысты өз пікіріңізді комментарий бөлімінде жазып кетулеріңізді сұраймын. Және де алдыңғы уақытта осындай керемет рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписация бөлімін басуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.